Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін құйрық майды екі түрлі әдіспен шыжғыру түрін сіз және біз біле бермейтін пайдасын айтатын боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар, өте көп ақпарат алатын боласыздар. Бұл бізде қойдың және қозының құйрық майы. Бұл құйрық май менде тұздалған болғандықтан мен өзіме ыңғайлы етіп кесіп алып, суға 2 сағатқа салып қойдым. 2 сағаттан соң ол суды төгіп, тағы да үстінен таза салқын суды бетімен бет етіп құйып, тағы да 2 сағатқа тұзын шығару үшін қойып қоямын. Бас аяғы суда 4 сағат тұрды. Сіздерде құйрық май тұздалмаған болса, суға салудың қажеті жоқ. Бірден бастай берсеңіздер болады. Тұздалмаған құйрықтың негізі пайдасы көбірек болады. Суда екінші қайтара 2 сағат тұрған соң қағаз сүлгінің үстіне қойып кептіріп аламыз, яғни артық суын кетіреміз. Мен қағаз сүлгімен үстінен бірнеше қайтара басып, құрғатып алдым. Бірінші шыжғыру әдісіне мен құйрық майды жұқалап кесіп, оны текше тәріздес, яғни кубик етіп турап алдым. Майда етіп турасаңыздар тез әрі бір келкі болып шыжғырылады. Екінші шыжғыру әдісі ол стерилдау әдісі, яғни ыдысымызға су құйып, құйрық майды банкіге салып қайнатамыз. Мен екінші әдіске құйрық майды ет тартқыштан өткізіп алдым. Өзіме осылай істеген ыңғайлы, сол кезде май толық шығады, шыжығы да өте аз болады. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Ет тартқыштан өткізген құйрық майды таза құрғақ банкіге саламыз, ал майдалап туралған құйрықты құрғақ таза табаға салып шыжғырамыз. Достар, шама келсе, тұздалмаған құйрықты қолданғандарыңыз дұрыс. Тұздалған құйрық тұзға қуырылып, емдік қасиетін аз ғана береді. Ал енді тізе, буын, аяқ, қол, бел ауырғанда осы тұздалмаған құйрықты жұқа етіп кесіп аласыздар. Кесіп алынған құйрықтың үстіне қара бұрышты сеуіп шығамыз. Менде видеода қара бұрышым қатты себіліп кетті. Сіздер олай сеппеңіздер, аздап себіңіздер. Содан кейін ас пленкасының үстіне осылай қойып, пленкамен орап қоюға болады. Керек кезде қолдана бере аласыздар. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, қалай қолдану керектігін видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан видеоны үзбей қарап шығуларыңызды сұраймын. Құйрықты стерилдау әдісінде банкамыз суда қалқымай тұру үшін үстіне ауыр зат немесе мен секілді қақпақты қойсаңыздар болады. Сол кезде банкамыз қайнаған кезде құламайды, қалқымай орнықты тұратын болады. Ал шыжғыру әдісінде оттың асты барынша қатты болу керек. Және майымыз ерігенше араластырып тұруға кеңес берем. Сонда шыжық бір келкі қызарып шығады. Құйрық май жоқ болып кетпейді. Осындай сары алтын түстес болғанша майды ерітіп, шыжығын сүзіп аламыз. Майымызды сүзекімен сүзіп алдық, шыжығын енді тастамаймыз. Шыжығынан жасап жіберсе де болады, немесе осылай ыстықтай күйінде нанның үстіне салып жей-берсеңіздер болады. Үстіне аздап тұз сепсеңіздер, тіпті дәмі керемет болып шығады. Стерилдеу әдіспен алынған майды шамамен 40 минутты қайнатамыз. Арасында су азайғанда қайнап тұрған судан құйып, еселеп қоюды ұмытпаңыздар. Майымыз дайын болды, шыжығы осындай аз ғана болып шықты. Алда көрсетілген бұрышталған құйрық майды тізе, буын, қол, аяқ қақсағанда, бел ауырғанда пайдалануға болады. Өздеріңізге ыңғайлы орауға матаны алып, үстіне осылай ас пленкасымен бірге тізеге, қолға, табанға ыңғайлы етіп орап қоясыздар. Жатар уақытта орап таңертең шешіп аласыздар. Осылай 2 апта қайталасаңыздар, қақсаған жерлеріңіз басылады. Әр қолданып болған соң ас пленкасымен орап тоңазытқышта сақтайсыздар.
осы бір жасағанның өзі бір аптаға жеткілікті болады. Стерилдап алынған май мен шыжғырлап алынған майдың түсі екі түрі болады. Біреуі ақшыл болса, екінші сарғыш түстес болып тұрады. Қатқан кезде де түсі ақшыл және сары болады. Стерилдап алынған майды кішкентай балаларға қолдануға кеңес берем, және ішке, яғни ыстық сүтке қосып ішкізуге де болады. Егер де жөтеліп жүрген болса, балаларға таптырмас емнің бірі болып табылады. Осылай құйрық маймен емдеу әдісін ата-бабаларымыз бұрыннан қолданған. Ешқандай химиялық дәрілерсіз осы әдіспен емдеген. Сіздерге де осы әдіспен емдеуге кеңес беремін. Ал табада ертілген майды көбінде сыртқа қолдануға кеңес берем. Яғни балаларымыз қоқтарына немесе кеудесіне суық деген жағдайда майды газға ертіп немесе осылай ыстық судың үстіне ұстап тұрсаңыздар, май еріп шығады. Сосын суықтаған жерлеріне жатарда сылап, орап тастаңыздар, тез сауығып кетеді. Үлкен кісілердің өзінде де жауырындары құрысып, мойындарына тұз жиналған кезде осылай құйрық маймен сылап бір апта қолданса, көп жеңілдеп жақсы болып қалады. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, осы видеомен достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетсеңіздер. Пікірлеріңізді де қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерге құйрық майды пакеттеп пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Жүктелген видеоны ең алғаш болып көретін боласыздар. Сіздермен болған Нұржамал.